Енді мынау білімді ұлт тұрақты даму кепілі биылғы біздің бағыт. Осы жайында өзіңіздің ойыңызды айтып берсеңіз. Бүгінгі күні барлығымызға белгілі. Бұл жалпы адамзаттың дамуы, тұлғаны қалыптастыру немесе ел азаматтарының бәсекеге қабілеттілігін қалыптастыруда білімнің атқаратын рөлі зор екендігі тек қана біздің елде емес, бұл әлемде белгілі дүние. Ал енді егерде біздің оқушыларымыз, біздің азаматтарымыздың білімі мықты болатын болса, әрине бұл елдің дамуында, экономиканың дамуының тұрақты кепілі екендігі, өз бір-бірімен ұштасып жататын байланысты дүние екендігі елге мәлім мәселе ғой. Сондықтан әрине бүгінгі тамыз мәслихатының ең басты тақырыбының осы бағытта алынуы да жалпы ұстаздардың, мұғалімдердің, білім қауымдастығының білімді шыңдау арқылы, білімді күшейту арқылы оның қандай нәтижеге бағытталғандығына елді жұмылдыру мақсатында қойылып отырған тақырып деп есептеуге болады. Ал енді мынау 2021-2022 оқу жылында үлгілік оқу жоспарында өзгеріс бар ма? Міндетті түрде бұл енді мемлекет басшысының тапсырысы бойынша оқу жүктемесін азайтуға, төмендетуге байланысты жасалып отырған дүниелер. Бұл жерде енді аса бір қатты пәнге қатысты өзгеріс бар деп айта алмаймын, бірақ дей тұрғанменен барынша академия ғалымдарының, мамандардың бірлесе отырып әзірлеуінің негізінде барлық пәндер сақтала отырып негізгі жүктемені жеңілдету мәселесі қолға алынды. Енді биылдан бастап мұғалімдердің 18 сағат жүктемесі 16 сағатқа, ал енді оқушылардың оқитын апталық жүктемесі 1-2 сағатқа қысқарып отыр. Бұл да біраз оқушының да жүктемесін жеңілдетуге, мұғалімдердің де білім сапасын арттыруға, мүмкіндік тудыруға үлкен жағдай жасалынып отыр. Бұл әрине мынау үлгілік оқу жоспарының көптеген нұсқалары әзірленіп отыр. Бұл жалпы бұған дейін де қысқартылған үлгілік оқу жоспарлы 18 жылы ұсынған, соның негізінде тағы да қайта қарастырылды және мұғалімдердің, мектептің осы өз таңдауында үлкен мүмкіндіктер тууға жол ашылып отыр. Жақсы, рахмет.